Өздерің білесіздер. Мен осы ауылға жұмысшы келейін деп кеткем. Ақыры бұлай болды. Үкімет біздің Бұлғыртау ауданының 9 колхозына 54 бала жіберген екен. Жер аяғы шалбай. Мен барғанша ересектерін көріп әкеттім. Соның өзі жақсы болды. Елігіп отырған ешкім жоқ, түгел кеттік. 45 жұмысшы қосылғаннан азаматтың орны толмас деп кішкентайларды бөліп әкелді. Сабыр ағай. Менің әкелгенім алтақ бала. Ол ешкімге жетпей, және қазір бауырыма салдым деп алып, ертең өгейсіп жүрсек та, алашылыққа жатпай. Қазір қолда барды Құдай жолымен бөледі. Бәйбіше, тамағын ішіп болса балдан алсын. Ал, бұлайрақ көріңді, ауылға өрмейді. Қалқабаса, қорқпады, бер. Ал Дәуренбек, үкіметтік тоқы, аулардың мен жайын. Спасите, ну все как? Баланс анау бау, смирно тұрып внимательнан да. Мен рет-ретім айтып шығайын. Алдына тұрған екеу қазақ балалар. Мынауын Артай, Сертай, екеу ағайынды. Одан бері тұрған татар баласы. Аты Рашид, жасы 9-да. Көзі сықырайған, жалпақ бетті тақыр басқар әйелдің баласы толған, қалмақ, тегі белгісіз. Одан бері тұрған Яков, қолы ашса мұрнына қарағанда тройкасы. Бірақ документте орыс еді соң. Қайдан келіп, қайда тұрған белгісіз, әрі мұқал. Жаналдың шыққан қасқа, сендерден жасқат несі бар. Тегі жаман, неміз дейді. Әке шешеден, панадан айырылған үшін мұнда келіп тұрған жайы бар. Өкіметіміздің кеншілігі көп қой. Ал, сұрақтар бар ма? Мен болдым. Басеке, сөз өзіңізге. Сөз дейтімде сөз бар. Осы ауылдан соғысқа сайдың қасындай 40 адам кетті. Әзірге оралған 2 уақыт. Дәуренбек қолдан, ал берден аяқтан айырылып қайтты. 24-ні қарағанда. Сөз дейтімде сөз бар. Біз баладан айырылсақ, мына алдыңда тұрғандар атадан айырылған жетімден 2 жақ тұр. Тоқта, мына тұрған жұрттың көбісі балалысы келеді. Аққанында, Тілеубайда, сәби жастағы балалар екен. Аяғы шыққан тегін ұмытып, бауырымыз болып кетеді. Барлығын теңдей бөліп беріңіз. Ләппай, мен бөлмеймін. Тек рет айтайын. Ренжіп болмасын. Ақа, жол сіздікі. Таңдаған балаңызды алыңыз. Осы мақтың қандай? Неміс баласы? Баланың атын? Ақсақал, ал тұрған соғысында жолда яға жарау деген білмешмен. Сені шатасып тұрсың, бесемен ақы сұрадың ба? Сақалының ағында расатысқа еппасың осы. Құйысқанға тұсылмай қойсың. Әкең бәкібайда көрген, ол да маған қоқаңдай алмаған. Бала, ескесен тұсауға ақты берсең, мен шылымды берген, мұна жұтты бігімей баланы айтмайды. Ал Ақбол, Зейгфрид Вольфинг Вагнер. Зейткіре болып кел, қалай? Зейгфрид Вольфинг Вагнер. Жөна, келісті. Жақсат екен. Айналайын жүрек екен. Апаның туы. Мұна жұттың сөзін ұрғанын бұр. Ұзағынан сөйлесін. La
балаларым деді, айыруға қимадым. Әр үлкені қымерсе көрдім. Ұмыттым, түбін табар дедім. Ал одан басқалар ше? Ең тәуізді кей болып көрінді көзіме. Сонда да. Маған бәрі де бірақ та көп жетімнің ішінде шын жетім осы болды. Обалынан қорқым. Орыс халқында қау бар. Қасқырдың күшін қанша сұрап бақсан да, орман арып ойдай. Менің баламды тұспалдағанын ғой, әлі-ақ көреміз, қалай қара болады. Өзі ұмтал, аса зерек, осы атайының аузынан қазаққа қатысы керек. Кеше жирен қасқаның бауырлан өтіп ойнап жүр. Тіпті өтендігі жоқ. Алғашқы күндер өртке келіп, қазір біздің қойшы, бүкіл ауыл елден сұқталды. Ей, ағайын, менің ұшылым соғысты өлді. Мен бұған жыламайын, мына мен буаз қалдым. Артымнан ұят қалмады. Өлсем шаңырағым болар, осыма ойлағандарың. Өу, ағайын, бүгіннен бастап бұл менің ұлым, шаңырағының иесі. Бүгіннен бастап оның аты Зикен Ахметұлы Бегімбетов, міні дүкмен